Жылқы етінен дәмді бешбармақ дайындауды үйренейік. Ет асқанда қазы қосса, бешбармағыңыз өте дәмді болады деген бір қате ұғым бар. Дәмді бешбармақтың кепілі дұрыстап тұздалған ет. Соның жолын көрсетейін сізге. Ең әуелі сіз алған етіңізді тілімдеп жаңа қалың еттерін, қалың жондарын тілімдеп, жұқалап кесіп, соның барлығына жұқалап тұз жағыңыз. Тұзыңыз өте көп болмасын. Саусағыңызды, алақаныңызды сулайсыз ғой, соған жұққан тұз ғана жарайды. Соған суланған алақанға жұққан тұз болса, соны жаңағыдай етіңіздің барлық жерін сипалап жағыңыз. Қалың жақпаңыз тұзды. Кейін сарымсақты күштен өткізесіз, немесе жаңағы чеснокодавилка деген бар ғой, содан сығып аласыз да, жаңағы жердің бәріне сарымсақты жағып шығасыз. Ол да көп болмағаны жөн, тек андай дәм беретіндей болса болды. Үшінші этап деп айтайық, үшінші мәрте бұл жердің барлығын қара бұрыш жағып өтесіз. Осы жаңағы тілімденген жердің барлығын тұзбен өттіңіз ғой, тұздан кейін сарымсақпен өттіңіз, одан кейін осы жердің барлығын қара бұрышпен өтіп шығасыз, қара бұрыш жағып шығасыз. Ол да көп болмағаны жөн. Мына видеоны мұқият қарасаңыз, тұздың қалай жағатыны, сарымсақты қалай жағатыны, бұрышты қалай жағатыны бәрі көрсетілген. Қолыңызға қалың болып қалмайсыз, азғантай қылып аласыз да, жаңа сипалап бәрін жағып шығасыз. Осы жолмен маринадталған етіңіз 2-3 күн тұру керек тұздықта. 2-3 күн салқын жерде тұрады, арасында жаңағы бөлініп шыққан қанды, суды бәрін төгіп тастап тұрасыз. 3 күннен кейін уже пайдалана беруге болады. Ассаңыз да болады, қорсаңыз да болады. Қорғанда кішкене салқын суға салып ұзын алып аласыз, ал асқанда жаңағы қара бұрышымен сарымсағын бәрін алып жуып тастау керек болады міндетті түрде. Етті тұздаған тәсілмен қойдың құйрығы болса, сол қойдың құйрығында маринадтап қойсаңыз, ол өзіңіздің асатын етіңізге өте жақсы дәм береді. Тап сондай жолмен, бірақ та құйрықта әуелі жуып аласыз да, соны жұқалап тілімдейсіз. Етке қарағанда жұқалау болу керек тілімдері. Маринадталған құйрықты кейін мантыға, самсаға қосасыз, немесе қуырдақ қорғанда астына қуырып жібересіз. Ол тамаққа өте ерекше дәм, хош иіс береді, жасап көріңіздер. Міне енді әбден жақсы тұзы сіңген етімізді асар алдында жақсы етіп жуып алдық. Қара бұрышымен сарымсақтан тазалап, ал құйрықты жуған жоқпын, солай салып жібердім. Суын мол етіп, етті жауып тұратындай етіп құйып, қақпағын жауып, қатты отқа қойып қойдым. Етіміз қайнағанша енді қамыр дайындаймыз. 4 стакан ұн, сол стаканның мөлшерінде, бірақ толық емес, 2 стакан су, 2 жұмыртқа, 4 ас қасық сұйық май, жарты шай қасық тұз. Соның бәрін араластырамыз да, жаңағы ұнымызға құйып қамыр илейміз. Қамырды енді жақсы әбден ии қанғанша басамыз, бір 15-20 минуттай. Бұл сұйыққа менің ұным аздау болды, тағы да бір жарты стакан ұн салдым. Қамыр басып жатқан уақытта қазанымыз қайнап қалды. Ішіндегі қанды көбігін алып, отты жайлатып қойдым. Негізі, егерде мысалға жай отта қайнататын болсаңыз, әуел бастап жай отқа қоятын болсаңыз, бір 6 сағат уақытта етіңіз жай отта, баяу отта пісіп, жақсы болып пісіп шығады, езілмейді. Әуел бастан жай отқа салғанда ет әбден жақсы болып пісіп шығады, бірақ оған енді 6 сағат уақыт керек болады. Уақытымыз барда картопымызды ертерек ашып тазалап қойғанымыз жақсы. Ашып тазалап, салқын суға салып қоямыз, артық крахмалының бәрі кетеді сонда. Енді қамырымызды қолға алайық. Қамырды қайтадан ұн қосып басамыз біраз, содан кейін барып жаямыз. Қамырымызды жайдық, қалыңдығы 1,5-2 мм болатындай етіп. Жайылған қамырды бүтіндей сақтамай, оны тілімдеп кесіп, арнайы сүлгілерге жайып қойсаңыз, сосын бетін жапқан жақсы.
ол қатты кеуіп кетпейді. Қатты кеуіп кетсе қамырыңыз андай морт сынғыш болып кетеді да. Ал жабық түрде кепкені өзіңізге ыңғайлы, жақсы кеуіп, пісіргенде де өте жақсы болып жабыспай піседі. Оны аударып тұру керек сосын бір мезгіл арасында. Осылай барлық қамырымызды дайындап қоямыз етіміз піскенше. Қайнағаннан кейін 2 сағат жарым уақыт өтті. Бұл уақытта етіміз міне көріп тұрғандай әбден жақсы пісіп қалды. Оны түсіріп аламыз. Сосын бетін жауып, осындай бір табақпен жауып, ескілеу бір өзіңіз пайдаланбайтын дастарханыңыз болсын, клеенка болсын, соған орап тастасаңыз, пісі күйінде тұрады, оны қайта-қайта жылытудың қажеті болмайды. Картобыңызбен жаңа қамырыңыз пісіп шыққанша, ол сондай ыссы күйде тұра береді. Айта кететін бір жай, осы етті салғанда мен мына сорпаға мүлдем тұз қосқан жоқпын. Өзінің алдыңғы тұздалған ет қой, енді сол тұзымыздың өзі жеткілікті болды. Не сорпа ащы да болған жоқ, не тұщы да болған жоқ. Мен мысалы кейде сорпа ащы болып кетіп, үстіне су құйып жатамыз ғой. Олай да жасаған жоқпын. Сонда жаңағы әдіспен жұқалап, аздап тұздаған тұздың өзі жеткілікті болды. Енді сорпасына көшейік. Сорпаны міндетті түрде сүзіп алу керек. Картобының қамыры піскенде бір көбіктері ішінде жүрген солар жабысып қалмас үшін осындай басқа шағын ыдыста, басқа ыдысқа барлығын түгелімен сүзіп алған жақсы. Сорпаны сүзіп болғаннан кейін жаңа ыдыстың жан-жағына, түбіне тұрып қалған жаңа көбіктер бар ғой, соны да тазалап жуып алған жақсы. Сосын сорпаны кейін сол ыдысқа қайтадан аударып, ары қарай пісіре бересіз. Мына енді тап-таза мөп-мөлдір сорпаға картобымызды салып пісіріп аламыз. Картобымыз да пісіп дайын болды. Енді картопты суырып алып, сорпадан орнына қамыр саламыз, қамырымызды пісіреміз. Тұздық жасап, тұздығымызды әзірлеп қояйық. Мына пиязымызды турадық, оны аздап бұрышпен, қара бұрышпен сықылап, езгілеп деген сияқты тұздық жасап дайындап қоямыз. Біраздан соң үстіне ыстық сорпа құямыз да, оны қайнатпасақ та болады. Мына қайнап жатқан ыстық сорпаға қамырымызды салдық. Мұны 10-15 минут уақытта пісіп қалады. Себебі біздің қамырымыз қалыңдау. Қамыр піскенше етімізді турап дайындай береміз. Егер де жіліктеп бермейтін болсақ, турап апаратын болсақ, мұны әдемілеп турап, оны андай төрт бұрышты қылмай, қайта андай тілімдеп турасаңыз, әдемі болып тұрады. Көріңіз, ет әбден жақсы пісіп шықты. Көрдіңіз бе? Қолмен қысқанда да езіліп жақсы болып тұр. Қамырымды түсіріп алдым. Арасына кішкене ыстық сорпа, майлы сорпа жібердім, қамыр жабысып қалмасын деп. Мына енді етін, картобын салып, бетінен тұздығын құйғанда пішпырмағымыз әбден болып дайын болды. Шынымды айтайын, бірінші сәттегі фотоны түсіріп үлгермедім. Тамақ басталып кеткеннен кейін барып түсірдім. Сондықтан кішкене бетіндегі тұздығы онша көп болмай тұр. Етті осы әдіспен дайындап көріңіз. Сүйікті бешбармағыңыздың жаңаша дәміне тәнті боласыз. Енді етке сорпа бетке деген қазақпыз ғой. Сорпамызды да қонағымыздың алдына апарғанда өте майлы қылмай апарған тәуір көреміз. Мына майын сүзіп отырмай, көріңізші. Мына ожауды сорпаның бетіндегі майды бетіп айналдырып жіберсеңіз, мен көрсеткенде етіп, ешқандай май құйылмайтыны қараңыз, жасап көріңіз осылай. Ожауды сорпаның бетіне тигізесіз де айналдырып жібересіз. Сол уақытта майы жан-жаққа кетеді де, ортада тек қана сорпа, таза сорпа тұрады. Осыны құйып апара қоясыз. Астарыңыз дәмді болсын. Дәмді тағамнан ләззат алайық. Арнаға тіркеліңіздер.
әр видеодан қолжетімді өнімдерден дәмді тамақ пісірудің қыр-сырын үйренейік.